Алла Тағала Құран Кәрімде «Уаттақу яуман туржауна фихи илаллах». Ол күні Алла Тағалаға қайтатын күннен қорқыңыздар дейді. Бұл өмірде ешкім мәңгі емес. Бұл өмірде баршамыздың өміріміз шектеулі. Біреудің өмірі ерте бітсе, біреудікі кеш. Бірақ та баршамыздың баратын жеріміз Алла Тағаланың алды. Сол үшін Алла Субхану ва Тағала сол Алла Тағалаға қайтатын күндерінен қорқыңдар деп жатыр. Себебі әркім ол күні өзінің істеген амалдарына толықтай сыйын алады. Егер дұрыс амал істеген болса, сыйлығын аса, дұрыс емес Алла қайтарған іс-әрекеттерді қылған болса, онда толықтай жазасын алады дейді. Ол уақытта ешкім зұлымдыққа жолықпайды дейді. Алла Субхану ва Тағала Құран Кәрімде және айтады: «Я айюхаллазина аману тақуллаха хаққа туқатихи ва ла тамутунна илля ва антум муслимун». Ей иман келтірген мұмындар, Алладан шынайы түрде қорқыңыздар. Алла Тағаладан шынайы түрде қорқыңыздар, өлмеңіздер, мұсылман болып өліңіздер деп жатыр. Қараңызда, Алла Субхану ва Тағала бізді тақуалықтың үстінде өмірден өтуімізді бұйырып жатыр. Себебі бағана айтқандай, ешкім өлмейді емес, баршамыз өлеміз. Бірақ кім қалай өледі? Алла Тағала бізге тақуа болып, мұсылман болып өлуді бұйырып жатыр. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: «Иттақиллаха хайсу ма кунт». Қай жерде болмасаң да Алла Тағаладан қорқын. Себебі Алла Тағала бізді қай жерде болмайық, бізді біледі, бізді көреді. Және біздің жүрегіміздегі не болып жатқандығын, не ойлап жатқандығымыздың барлығын Алла Тағала біледі. Алладан ештеңе жасырын емес. Енді тақуалық деген нәрсе не? Тақуалық деген нәрсе, адам баласы бір нәрседен қорқады ғой, мысалы. Қорққан уақытта сол нәрсенің зиян тимеу үшін адам өзіне қорған жасайды. Солай емес пе? Қорған жасайды. Сол сияқты адам баласы дейді, Алла Субхану ва Тағаланың азабынан, Алла Тағаланың қаһарынан сақтанып, Алла Тағаланың әмір еткен бұйрықтарын орындауы дейді. Және де Алла Субхану ва Тағала қайтарған, тыйым салған нәрселерден тыйылуы дейді. Алладан қорқып та, Алланың азабынан қорқып, не істеу екен? Алланың әмір еткен бұйрықтарын орындау. Алла Тағала қайтарған нәрселерден толықтай қайту екен. Адам баласы Алла Субхану ва Тағала харам қылған нәрселерден не қылуы? Тыйылуы, мүлдем тыйылуы. Және де күмәнді мәселелер бар ғой. Күмәнді мәселелерден тыйылудың өзі, адам сақтанудың өзі де бұл тақуалықтың бір жолы ағайындар. Неге Алла Тағала Құран Кәрімде халал анық нәрсе, белгілі нәрсе. Ненің халал екендігіміз білеміз, Құранда баяндап кетті. Және де харам нәрсенің не екендігін біз білеміз. Мысалы, арақтың, арақ, шошқаның еті, мысалы үшін, не ұрлық, мысалы, адамның қанын төгу, бұның бәрі харам әрекеттер. Біз білеміз. Бірақ екеуінің арасында не бар ағайындар? Екеуінің арасында күмәнді, екеуінің ұқсасында харам ба, немесе халал ма деген күмәнді нәрселер бар. Адам білмейді оны. Міне осының өзінен сақтануға пайғамбарымыз не қылып жатыр? Айтып жатыр да. Кім-кім осы күмән нәрседен өзін сақтайтын болса, өзінің арын әрдінін сақтап дейді. Адам тікенең жолмен қалай жүретін болса, адам тақуалықты солай ұстау керек. Харам нәрселерден не қылу керек? Күмәнді нәрселерден толықтай адам тыйылу. Және Али ибн Аби Талиб радиаллаху анху осы мәселе жайында анықтама берген кезде ол кісі айтады: Алла Тағаладан қорқу дейді. Алла Тағаладан қорқып, Құранға амал қылу дейді. Және де аз нәрсе болса да оған қанағат қылып, және қияметке дайындалуды ол кісі тақуалық деп баға берген екен. Кархи деген ханафи ғұламасы айтады: егер де адам баласы жақсы тақуалық қыла алмайтын болса, тақуалық мәселесінде әлсіздік танытатын болса, ол адам процент жеп қоюы мүмкін дейді. Жеңіл қарауы мүмкін да. Шарғи Алла Тағала қайтарған мәселелерге не қылуы мүмкін? Немқұрай қарауы мүмкін да. Ешкім білмесе, ешкім көрмесе, мүмкін процентпен де, рибамен де жұмыс жасауы мүмкін да бұл адам. Неге? Оның тақуалығы әлі мықты емес, тақуалығын бекем емес. Ондай адамдар процентке де барып қоюы мүмкін дейді.
Егер адам баласы тақуалық қыла алмайтын болса, онда көшеде кетіп бара жатқан кезде бір әдемі бір сұлу қыз кетіп бара жатса, ол қыздан көзін ала алмауы мүмкін дейді. Тақуалық деген нәрсе, сіз адамдардың алдында мүмкін көп адамдар процент туралы айтуы мүмкін, дұрыс емес ол, жақсы нәрсе емес ол, риба, Алла қайтарған деп айтуы мүмкін да, жеке қалған уақытта не істеуі мүмкін ол? Сол нәрсеге баруы мүмкін да. Қажеттілік қой, қайтемін деп баруы мүмкін. Көшеде кетіп бара жатса, әдемі қыздар кетіп бара жатса, қарауы мүмкін да. Қарауы мүмкін. Мына әдемілігін қарашы, немесе ойы кетуі мүмкін. Немесе теледидар көріп жатқан уақытта сериалдар, кинолар бар, солай емес пе? Соны көріп, ішінде әдемі қыздарды көруі мүмкін мысалы. Адамдардың алдында емес, адамдардың алдында көрсең өте тақуадар да ол. Жеке қалған уақытта не қылады екен? Сондай нәрселерге барып қояды екен. Сол үшін адам баласы тақуалыққа толықтай не қылу керек? Әрекет қылу керек. Тақуалық не нәрсемен келеді ағайындар? Тақуалық келетін нәрсе бұл біліммен келеді. Сол үшін адам білім алып жатқан уақытта тақуалық таныта білу керек. Адам білім алып жатқан уақытында тақуалық танытпаса, онда ол адамға білімі пайда бермейді ағайындар. Себебі Алла субхanahu ва тағала Құран Кәрімде «Иннама яхшаллаху мин ибадихил улама». Расында Алла тағаладан шынайы қорқатын құлдары кімдер деп жатыр? Ғұламалар. Себебі ғұламалар Алла тағаланың несін біледі? Қаһарын біледі. Алла тағаланың азабын біледі. Алла тағаланың барлық нәрсеге күш құдірет жететіндігін біледі. Алладан қорқады. Және де Алла тағала әмір еткен нәрселерді орындап, Алла тағала қайтарған нәрселерден қайтады ағайындар. Адам баласы мысалы бір ауру бар, мысалы жаман ауру деп айтайықшы. Қандай бір ауру мысалы айтсаңыздар, ол аурудың қаупі өте қатты болса, адамның өміріне үлкен қауіп төндіретін болса, адам баласы ол ауруды естігеніңізде не қылады ағайындар? Денен түршіге бастайды, дірілдей бастайды. Неге? Сен ауруды білдің, не екендігін. Егер сол ауру саған кеп қалса не болатындығын білесің, сенің де өмірің бітуі мүмкін да. Қолдан келгенше не қыласың? Сондай ауру адамдарға жақындамайсың. Әсіресе ол жұқпалы болатын болса. Оған жақындамайсың. Ондай жерден қайтесің? Қашып жүресің. Солай емес пе? Егер ана ауру саған жұғатын болса не қыласың? Қолдан келгенше бүкіл дүниеңді беріп болса да сол аурудан құтылғың келеді. Бірақ бұл өмірде құтылу мүмкін. Бүгін дәрігерге барасың, ем қабылдайсың, денеңнің несін құтқаруы мүмкін да. Бірақ Алла субхanahu ва тағала қайтарған нәрселерді адам осындай болу керек. Алла бір нәрсені харам қылды ма? Адам не қылу керек? Оған мүлдем жақындамау керек. Ауру сияқты да. Жақындамау керек оған. Себебі ол сенің тәніңе зияны келмегенмен, ол қайырыңа зиян, сенің жаныңа зиян алып келеді. Баршамызға белгілі, адам баласының құрылысы екі нәрседен тұрады. Бірі жан болса, бірі тән. Адамның тәні бұл қысқаша өмір сүреді. 50-60-70 жыл. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келеді. Менің үмбетімнің жасы 60 пен 70-тің арасында болады. Одан көп өмір сүретіндер аз болады. Қараң, біздің өмір 60-70-тің арасында. Қазір оған да жетпей кетіп бара жатқан небір қара көз бауырларымыз бар. Қараңыз да. 60-70-тен асатындар аз дейді. Адам баласының ойлап қарайық, ең көп өмір қай жақта өтеді? Біздің алдын ата-бабаларымыз өмірден өтіп кетті. Сахабалар небір пайғамбарлар өмірден өтті. Небір патшалар өмірден өтті да. Әділ патшалар да, залым патшалар да өмірден өтті. Қазіргі олардың орны қай жерде? Барзақ әлемінде. Олар мүмкін осы өмірде 40, 50, 60, 70 жыл өмір сүрді. Немесе 1000 жыл өмір сүрді. 1050 жыл өмір сүрді. Бірақ бәрінің өмірі бітіп қалды. Неге? Олардың адамның мынау ағзасы несі? Бұл қартаяды. Адам жаны қартаймайды екен. Бұл жан деген нәрсе, ғұламалар айтады, бұл жаратылынған нәрсе, бұрын болмаған нәрсе. Алла тағала бұны жаратты, бірақ ол мәңгілік екен да, өлмейді екен. Адам жаны өлмейді, адам өлгенмен. Сол үшін адам көбінше осы тәнін не қылады? Қауіпсіз нәрседен қорғай бастайды. Ауру келсе, немесе салқын болса қалың киінеді. Жерде жаман нәрсе болса бағана айтқандай аяқты байқап басады. Жаншы. Жанға да ағайындар, онда біз ойлауымыз керек. Себебі біздің негізгі өміріміз сол жақта. Бүкіл өміріміз деп айтсақ та болады. Сол үшін әрқашанда осы тақуалық мәселесіне біз өте қатты мән беру керек.
ғұламалар міне сол нәрсені біледі. Ол қандай ғұламалар? Білім алып жатқан уақытында шынайы Алла разылығы үшін білім алып жатқан адамдар. Білім алып жатқанда жай ғана мағлұмат ретінде немесе дінді зерттеп, діннің кемшілігін табу мақсатында емес. Бәлкім Алла Тағала маған не бұйырды, Алла Тағала не нәрседе мені қайтарды, қайтарғаннан қайтып әмір еткен орындау үшін алатын болса, иншалла бұл білім адамға тақуалықты әкеледі ағайындар. Сол үшін баршаңыз қазір білім алып жатсыздар. Адам баласы бағана айтқандай, осы тәніміз үшін керек болған, қазір осы өмірде білім алатын болсақ, оқитын болсақ, жұмысқа кіреміз. Жұмысқа кіргенде не береді бізге? Айлық береді, ақша береді. Ақшаға біз киім аламыз, тамақ аламыз, үй аламыз, мысалы, машина аламыз, көлік аламыз. Барлығы осы тәніміз үшін да. Бірақ мына сіздердің қазір алып жатқан білімдеріңіз, ағайындар, бұл осы өмірде де пайда береді. Осы өмірде пайда береді. Бірақ бұның пайдасы не? Келесі өмірге шейін жалғасады. Ақыретке де біздің жанымызға да пайдасы бар. Сол үшін бұл білімді адам әрқашанда тақуалық жолмен, шынайылық, ықылас танытып алса, иншалла, бұл дұрыс болады. Тақуалық ең алдымен қияметте бізге пайда береді. Қабірде бізге пайда береді. Баршамызға белгілі Али ибн Аби Талиб радиаллаху анху қабірдің басына келіп, қабірдегілерден қандай жаңалық бар сендерде деп сұрайды. Сонда олар қабірдегілер сөйлей алмайды ғой. Бірақ бұл айтады. Бірақ біздің сендерге хабарымыз бар деп Али ибн Аби Талиб радиаллаху анху айтады. Сендердің қалдырып кеткен дүниелерің бөлініп кетті. Сендердің үйлеріңде басқа адамдар өмір сүріп жатыр. Сендердің әйелдерің басқа адамдарға тұрмысқа шығып кетті. Сендерге ештеңе қалған жоқ дейді. Және сендерде қандай жаңалық бар деп сұрақ қояды. Және жылайды да, Аллаға қасам ішемін, бұлар сөйлей алмайды. Бұлар сөйлегенде бұл жерге керекті, ең керекті азық тақуалық деп айтатын еді дейді. Қабірде бізге пайда беретін нәрсе не ағайындар? Бұл тақуалық пайда береді. Қабірдің азабынан, қабірдің қиындығынан бізді құтқаратын нәрсе бұл тақуалық. Қабір азабына әхлі сүнна ғұламалары не? Біз сенеміз. Қабірде азап бар. Адам жақсы амал істесе, рахат бар. Жаман амал істесе, періштелердің қойған сұрақтарына жауап бере алмаса, Алла асырасын, жағдайы қиын болады. Тақуалық деген нәрсе, міне көпшілік адам ойлайды ғой. Басына қиын іс түскен уақытта ұрлыққа баруы мүмкін, немесе біреудің ақшасын тартып алуы мүмкін, жаман іс-әрекеттерге баруы мүмкін да. Алла тыйым салған, қайтарған нәрсеге баруы мүмкін. Мақсаты не? Мен осы арқылы жұмыс жасаймын, немесе осы арқылы мен жағдайым жақсылап аламын деп ойлауы мүмкін адамдар. Бірақ жақсылай алмайды ағайындар. Мүмкін осы өмірде ол жақсылап жатқан сияқты болуы мүмкін, біреудің малын тартып алып, біреуге зорлық қылып. Бірақ та оның берекесі болмайды. Оның қияметте оның несі болады? Есебі болады, оның жауабы болады. Алла асырасын. Муфлис деген баршамызға белгілі, қияметте бүкіл амалымен келеді, бірақ әркімге зұлымдық қылған адам. Алла Тағала оның не қылады? Барлық сауаптарын алып, жаңағы адамдарға береді. Бөліп береді. Соңында сауап қалмаған уақытта зұлымдық қылған адамдардың күнәсінің барлығын осы адамға иығына артып, тозаққа лақтырып кіргізіп жібереді Алла асырасын. Сол үшін біреуге зұлымдық қылу осы өмірде пайда беріп жатқан сияқты болуы мүмкін, бірақ ақыретте ол пайда бермейді ағайындар. Ол міндетті түрде зиян береді. Бұл өмірде де зиян береді. Өзіне жетпеуі мүмкін, бірақ әйел баласы ұрпағына соның кесірі, зияны келеді ағайындар. Ал бұл тақуалықшы. Егер тақуалық қылатын болсақшы, ұрлық қылмасақ, біреуге зұлымдық қылмасақ, біреудің малын тартып алмасақ, біреудің жанына қиянат қылмасақшы, Алладан қорықсақшы, Алла Тағала айтып жатыр да: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Кімде-кім Аллаға шынайы тақуалық қылатын болса, ол бір қиындыққа түсіп қалған уақытында Алла Тағала оған шығар жол көрсетіп қояды. Және өзі ойламаған жерден оған рызық несібе беріп қояды дейді. Қараңыздар, біз қандай уақыт болмасын, жағдай, біз білмейміз. Біз тақуалық жолын ойлайтын болсақ, Алла Субханаһу ва Тағала бізге не қылып қояды? Біз ойламаған жерден рызық несібелер беріп қояды. Сахабаларды қарайықшы, басында қандай дүниесі жоқ кедей еді. Кей сахабаларды көмген уақытында аяғын жапса басын жетпейді, басын жапса аяғын жетпейтін кепендер болған ағайындар. Бірақ кей сахабалардың жағдайы қандай болды? Алла Тағала бүкіл дүниені берді. Сахабалар бай болды. Омар ибн Абдул Азиз рахимахуллахтың заманында садақа, зекет беретін адам таппай қалды. Бұның барлығы ненің арқасында? Тақуалықтың арқасында. Мінекей сахабалар тақуа болды. Алла Субханаһу ва Тағала олардың балдарына не қылып қойды? Нығмет беріп қойды. Баршамызға белгілі,
адам әке тақуа болса, ізгі болатын болса, қараңызда, тақуа ізгі болатын болса, соның тақуалығының әсері бала шағасына да өтеді. Алла тағала бала шағасына да рызық несібе беріп қояды. Хыдыр алейхиссалам мен Мұса пайғамбар білеміз, екеуі серіктес болып келіп жатқан уақытта не істейді? Бір дуалды тұрғызады, тұрғызған кезде Мұса алейхиссалам бұған бір адамдар ақша төлеп тұрғызсаң болады ғой, не қылып тұрғыздың деп сұрақ қояды. Сонда не деп айтады, не деп жауап береді? Алла тағала ол кісіге уақиды білдірді, ғайып нәрсені білдірді уақи арқылы. Және айтты да, бұның әкесі қандай еді? Ізгі адам еді деп айтты. Қараңыз да. Сол үшін біз тақуалық қылатын болсақ, харам нәрсеге бармайтын болсақ, Алла тағала бізге де рызық несібе беріп қояды. Және де біздің бала шағамызға да Алла тағала рызық несібесін молайтып қояды ағайындар. Сол үшін әрқашанда біз тақуалық жолды іздеуіміз керек. Және адам басы қиындыққа түскен уақытта ешқашанда жамандыққа бармау керек. Жамандыққа бармау керек. Қолдан келгенше тақуалықты істеу керек. Адамның өзінің қолына, өзінің жанына қастық қылатындар бар. Өзіне өзі қол жұмсайтын адамдар бар, Алла сұрасын, қиындыққа түсіп қалған уақытта. Ол ойлайды, осы менің құтылатын жолым шығар деп ойлайды. Бірақ ол құтылатын жол емес ол. Құтылатын жолы қайсы оның? Аллаға тақуалық қылуы. Алла тағала айтып жатыр мына аятта, кім Аллаға тақуалық қылатын болса, Алла тағала басына қиын іс түскен уақытта оған шығар жол көрсетіп қояды дейді. Бірақ осыған бір тоқталып кететін болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Ибн Аббасқа айтады: ей бауырым, ей балақай, мен саған біраз сөздер өтіп жаттап алғын деп айтады. Соның ішінде Алла тағаланы сен күнің жақсы кезде, денің сау кезде, жайбарақат жүрген уақытта естігін, Алланың әмір еткен бұйрығын орындағын, Алла қайтарған тыйған нәрселерден тыйылғын. Алла тағала сенің басыңа қиындық түскен уақытта не қылады? Саған көмек береді дейді. Алла тағала ешқашанда адамды құр қалдырмайды екен. Баршамызға белгілі бір күн Абу Ханифа рахимахуллаху тағала, бұл кісі ғалым адам. Бұл кісінің атақ абыройы сол уақытта не қылды? Ислам әлемімен таралып кеткен адам еді. Бұны көре алмайтындар бар еді, көре алмайтындар. Абу Ханифа не қылды? Сондай бір дәрежесін түсірге, абыройын түсіргісі келді да, бір әйелмен келісті. Әйелге айтты да, сен Абу Ханифаны алдап, үйіңе алып кір, қалғанын біз жасаймыз деді. Сен ештеңе істемей қой, Абу Ханифаны үйіңе шақырып алып кіргенде, бақырған біз келеміз, сенің ісің осы деді да, бірақ саған оның есесіне үлкен ақша береміз деді. Сонда ана әйел ақшаға алданып қалады да. Азанда Абу Ханифа рахимахуллаху тағала мешітке кетіп баратса, әйел шақырады, келіңізші дейді. Бір алдап үйіне шақырады, күйеуі бар деп ойлайды ғой, күйеуім бар деп айтады да. Келген уақытта, үйден кірген уақытта бұл бақырады. О, мұны Абу Ханифа мені не қылып жатыр, маған жамандық істеп жатыр деп бақырады. Сонда жаңағы аналар күтіп отыр ғой. Лезде келеді Абу Ханифаның не қылады, бір топ, және өздері келмейді. Сол ауылдағы мешітке кетіп баратқан халықтың бәрін шақырып әкеледі да. Қараса Абу Ханифа тұр. Абу Ханифа тұр, және ана әйел тұр да. Сендер бұны имам дейсіңдер, діни мәселелеріңді барып, дүниеви мәселелеріңді сұрайсыңдар. Қара, бұл бір әйелмен тұр дейді. Әйелге жамандық қылып жатыр, әйел бақырады. Амал жоқ, жаңағы Абу Ханифаның барлығы міндетті түрде сол жерге әскери адам келеді. Абу Ханифаны ұстап, әмірдің хұзырына алып барады. Әмір таң қалады. Не болды? Ей, имам, не болды саған дейді. Жандалар, бұл дейді, және пәленше деген әйелге жамандық қылмақшы еді, ұстап алдық біз дейді. Міне халық куә дейді. Халықтың бәрі шынымен Абу Ханифаны жаңағы әйелдің үйінен ұстап алды. Шығар жол жоқ. Абу Ханифаға шығар жол жоқ. Әмір тұрады да, бұның не сенің имам дейді. Халыққа уағыз айтасың, тақуалық жайында айтасың, зинаны харам деп айтасың. Мынаусы не сенің дейді. Сенің ісіңді таң намазға қалдырамыз дейді. Сөйтеді, таң намазға кетеді. Жаңағы жерге әйелді сол жерге шығармайды, әйелді ұстап қалады, және де Абу Ханифаны ұстап отырады. Абу Ханифа рахимахуллаху тағала: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Осы аяттарды оқып отырады. Дауысын көтеріп оқып отырады. Сонда жаңағы әйелді сол жерде отыр ғой, бірақ бөлек бөлмеде. Ба жанында жылайды әйел. Абу Ханифа оқыған соң әйел жылайды, Абу Ханифаға келіп айтады: ей имам дейді, сіз маған жамандық қылған жоқсыз, маған жамандық ойлаған жоқсыз, мен білемін оны дейді. Сіз жамандық ойламайсыз, бұндай іске бармайсыз, бірақ та мен пендемін ғой дейді. Аналардың алда сөзіне еріп кеттім да, ол ақшаға берген ақшасын алданып қалдым. Имам, мені кешіріңізші дейді. Жылайды, әйел жылайды. Имаммен амал жоқ қой, болар іс болып қойды. Енді халықтың бәрі куә болды. Абу Ханифа айтады да, мәйлі дейді.
Алла бәрімізді кешірсін, Алладан кешірім сұра, тәубе қыл дейді. Бірақ та сен азанда келген уақытта қарауылға барып айтқан. Қазір менің бір шаруам бар, азанда келемін деп айтқан күзетшіге дейді. Бірақ сен осы жерден шыққанда барып пәлен үйге барасың. Пәлен үйге барасында пәлен болған жағдайды айтып, және өзің үстінде киімді сол әйелге бересің, сол әйел сенің орнына кіріп келетін неқа дейді. Жаңа әйел келіседі, енді Алла Тағала жүрегіне не қып қойды, иман сап қойды ғой, қорқуды беріп қойды да. Бірақ Алладан қорықпасашы, ол сөзінде қатып, ана дүниеге қызыққанда сөзінде қатып тұратын еді. Әйел шығады да, жаңағы күзетшіге айтады, мен бір шаруам бар, барып қайтайын, азанда келемін дейді. Шығып жаңағы әйелдің үйіне барады. Әйелдің үйіне барып, әйелге өзінің үстінде киімді береді да, жаңағы абақтыға келуін өтінеді. Әйел бопты дейді, келеді. Келсе күйеуін көреді. Сөйтсе Абу Ханифаның әйелі екен жаңағы әйел. Күйеуін көреді да жылайды. Ей, имам, не болды саған? Айтады, жылама дейді, үндеме дейді. Алдына шақырып алады да, жаңа әйелдің отырған орнына отырғызады. Бір кезде таң атады, таң атқан уақытта әмір келеді. Халықтың бәрі жиналып отыр. Халықтың бәрі келеді. Сонда әмір сөзін бастайды. Имам, не болды саған? Не бұл ісің? Дұрыс емес қой деп сөз бастаған кезде имам тұрады. Сіздің сөзіңізге бәріне жауап беремін. Бірақ бір шартым бар. Пәлен жерде бір кісі бар, сол кісіні алып келетін болсаңыз, сөзіңізге мен жауап беремін дейді. Әмір имамның дәрежесі бар ғой. Жаңағы кісіні алып келдіреді. Алып келдірген уақытта қараса күйеу баласы тұр. Не болды? Жағдай осындай. Мынау имам осындай әйелмен жамандық қылайын деп айтқан кезде үстінен түсіп ұстап алдық біз деп айтады. Тұрады. Әйелдің бетін ашыңдаршы дейді. Әйелдің бетін ашып қараса, ана әкесі қызын таниды ғой. Енді менің қызым ғой бұл дейді да. Бөтен әйел емес, менің қызым ғой бұл дейді. Үйдегі немерелердің барлығы осы екеуінен болған немере ғой дейді да. Қараңыз да, сөйтіп аналар дұшпандары не қылады екен? Дұшпандардың айласы іске аспай қалады. Бұның барлық ненің арқасында білесіздер ме? Ақылдылық емес ағайындар. Ақылды емес, анау әйелдің жүрегі Аллахтың кәламына, Аллахтың сөзіне ерімегенде, анау әйел айтпайтын еді ғой. Абу Ханифа қайт дәлел дейтін еді. Қараңда, Абу Ханифа рахимахуллаху тағала Құранды жүрекпен оқыды да, Алладан шын жүрекпен не қылды? Сұрады. Алла Тағала әйелдің жүрегін жібітті да, Абу Ханифаның айтқанын қылдырып қойып, Абу Ханифа не қылды? Сондай қиындықтың үстіне не қылып қойды? Алла Тағала құтқарып алды ағайындар. Сол әрқашанда біз не? Тақуалықтың жолын ұстауға әрекет қылуымыз керек. Ешқашанда жамандыққа бармау керек. Жамандық деген нәрсе, міне адам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде келеді. Кімде-кім өзіне қол жұмсайтын болса, оның азабы сол дейді. Адам бұл өмірде құтылып кетуі мүмкін, бірақ та ол өмірдегі азабы өзін қалай өлдірді? Сол азаппен азапталады ағайындар. Сол үшін әрқашанда біз тақуалық жолды ұстайтын болсақ, Алла субханаху ва тағала біздің ісімізді жеңілдік қояды, біздің ауыртпашылығымызды көтеріп қояды, және біз ойламаған жерден не қылып қояды? Бізге рызық несібе беріп қояды. Және біздің күнәмізді кешіреді. Және Алла Тағала Құран керімде «Я айюхаллазина аману тақуллаха ва қулу қаулан садида» дейді. Ей иман келтірген мұмындар, Алладан қорқыңдар, және түзу дұрыс сөз сөйлеңдер дейді. Яғфир лакум зунубакум дейді. Алла Тағала сендердің күнәларыңды кешіреді дейді. Біздің тақуалық қылуымыз, дұрыс сөз сөйлеуіміз Алла Тағаланың біздің күнәларымызды кешіруіне себеп болады ағайындар. Сол үшін мынау жерге келген уақытта әрқашанда тақуалық жолды ұстану керек. Алла қайтарған нәрседен мүлдем сақтану керек. Алла бұйырған нәрселерді қолдан келгенше орындау керек. Ешқашанда күнә істерге бармау керек ағайындар иншалла. Алла Тағала баршамызды өзінің ізгі, салихалы, тақуа құлдарының қатарында қылсын. Алла субханаху ва тағала білім алып жатырмыз. Білімімізді тақуалықтың үстінде алуымызды нәсіп етсін иншалла. Алла разы болсын бәрімізге.